Бәйдібектік тұрғындар шілденің аптап ыстығында жанына сая табатын бірден бір демалыс орны осы. Кейде тіпті ине шаншыр жер болмайтын көрінеді. Шомылуға келгендердің бәрі де жүзе білгенімен жазатайым оқиғалар жиі тіркеледі. Себебі ауданда орналасқан 4 су қоймасына да шомылуға рұқсат жоқ. Осы көріп тұрған жерлерінде былтырғы жылы қайғылы оқиға орын алған болатын. Бір сәби бала суға кеткен. Осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында осы жерде рейдтік шара жүргізіп жатырмыз. Негізінен ауданда бұндай жұмыстар жиі жүргізіліп тұрады. Ауданда арнайы демалатын орындар бізде жоқ болғанымен, қаладан басқа жақтан осы өзен бойына келіп демалатын адамдар өте көп. Біздің мақсатымыз ол келген адамдардың арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, адам өлімін алдын алу. Ең басты мақсатымыз осы. Рейдтік шара ауданда шомылу маусымынан бастап әр апта сайын өткізіліп келеді. Оған жауапты мамандармен қоса 50-ден астам еріктілер тартылған. Олар демалыс аймағына келушілерге суда шомылу кезінде сақтану үшін түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Мына төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп, жастар ресурстық орталығының қызметкерлері бірлесіп, ауданымызда осы жаңағы Мұрынтас шомылу аймағында жексенбі, сенбі күндері кезекшілік ұйымдастырамыз. Кезекшіліктің жалпы мақсаты мына төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары мен жастар орталығының мамандары және ерікті жастар келіп осы жерде шомылып жатқан халықтарға, тұрғындарға, келуші азаматтардың барлықтарына мына суда тұншығу, судан жаңағыдай өлім жетім болмау мақсатында түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз және кешке дейін осы жерде барлық адамдар қайтқанша кезекшілік ұйымдастырылады. Ал облыста жыл басынан бері 27 судағы жазатайым оқиға тіркелген. Ол 14 жастың өмірін жалмаған. Аталған оқиғалардың барлығы арнайы жабдықталмаған, бақылауға алынбаған су айдындарында болған. Оқыс оқиғаның басым бөлігінде ата-аналардың балаларын қараусыз қалдыруы салдарынан орын алған. Ал төтенше жағдайлар департаментінің мамандары су айдындарында шомылушыларды сақтық шараларын естен шығармауға шақырады. Азамат Жаппар, Талғат Жеңгелбаев, Нар Ньюс, Бәйдібек ауданынан.